ағайындар, потолокты қазір қағып қойдық. Енді келесі жасайтын жұмысымыз мыналарға ямочка жасап шығамыз. 10 сантиметрден белгіледік. Одан кейін 40 сантиметр. Сонда ортада 30 сантиметр яма жасайтын боламыз. Одан кейін мына середина ортаға келтіріп, қанша яма түседі, соны есептеп шығамыз қазір. Видеоны толықтай көріп отырыңыздар. Мына ұзындықтың ортасынан белгіледік қазір. Одан кейін 2 метр ортада яма болады. Қалған конечникті тағы 2 ямаға бөлдік қазір. Соны сызып жатырмыз. Енді өш жерді осылай арамен кесіп алу керек осылай. Содан кейін қалай қайттан құрастыратынын тағы да түсіремін. Міне қазір ойып алдық. Ортасы 2 метр. Арасы 57 сантиметрден, мыналар 1 метрден. Енді өзінің шыққан гипсокартонды өзіне қайтадан оратын боламыз. Осылай бірінші жасап аламыз. Енді жоғарыға қартып қоямыз мына жерге. Қазір екі шетіне перемешік салынады. Үстіне апарып шұрыптаймыз. Міне өзінің кесілген кузовынан қайтадан өзінің орнына саламыз осылай. Енді жанына қарай шұрттай салады болды. Мына жақтың барлығы бітіп жатыр. Мына жағына қалды енді.